Ескі дәуірдің матрицасы бойынша жасымыз 23-тен асқаннан кейін міндетті түрде отбасын құру керек деген жазылмаған заңдылық бар. Жасың 23-тен асты ма, ер адамдарға қашан үйленесің, ал қыз балаларға қашан тұрмысқа шығасың деп ел мазасын ала бастайды. Не үшін сұрайды? Сөздің шыны керек, оған біреудің үйленгені, шаңырақ көтергені түкке де керек жоқ, бірақ әдет бойынша сұрай береді. Ал жаңағы жасы 25-тен 30-дан асқан адам қаралай адамдардан қысылып жүреді. Қылмыс жасаған адам сияқты. Ендігәрі олай қысылудың қажеті жоқ. Жасыңыз мейлі 30-дан ассын, мейлі 40-дан ассын, мейлі 50-ден ассын, тұрмысқа шықпадыңыз ба, үйленбедіңіз бе, еш қысылмаңыз. Оның себебін біз анықтадық. Сіз өмірге келетін кезде тағдыр кітабыңызға ескі дәуір кеткенше отбасын құрмаймын деген сценарийді жазып келуіңіз әбден мүмкін. Қазіргі қарым-қатынастар, мына ерлі-зайыптылардың арасындағы, ол сөздің шыны керек кармалық қарым-қатынастар. Ит пен мысық сияқты қырылып жататын себебі сол. Ал қазір көп адам кармасын үзіп, яғни ажырасып, екі жаққа кетіп жатыр. 2 жыл көлемінде ажырасулар өте көп болады. Себебі бұл екі жұп, яғни ерлі-зайыптылар, анау Адам ата Хауа кезінен бастап бірге келе жатқан жұптар. Бір өмірде жаңа күйеуі мен әйелі болып келеді, бір өмірде жаңағы бітіспес дұшпан болып келеді. Осы өмірде қалайда кармамызды үзіп, екі жаққа кетеміз деп келген жұптар. Сондықтан қазір ажырасу көп болып жатыр. Мысалы қараңыз, біздегі осыған дейін махаббаттың символы болып келген Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Қыз Жібек пен Төлеген, Естай Қорлан сияқты жұптар, олардың махаббаттары қандай болды? Баянсыз болды. Яғни олардың жұптары да кармалық жұптар. Біздің ата-бабамыз айтушы еді ғой, шын сүйгендер ана о дүниеде қосылады, бұл өмірде қосылмайды деп айтады. Ал қазір біз басқа өлшемге өттік. 2 жылдан кейін толықтай өтеміз. Қазір 2024, 25, 26 жылдары карманың аяқталатын уақыты. Барлығымыз кармалық сабағымызды өтеп жатырмыз. Осы уақыт аяқталғаннан кейін әр адам өзінің Құдай қосқан қосағымен жолығатын болады, бақытты өмір сүретін болады. Тең-теңімен, тезек қабымен. Және әр адамның космический жұбы бар. Яғни Құдай қосқан қосағы бар. Сондықтан жасыңыз 40-та ма, 50-де ме, оған уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі алдағы уақытта биологиялық жастың мәні болмайды. Сіз бақытыңызды міндетті түрде кездестіресіз.